Саламатсыздар ма? Тақырыбымызды бастамастан бұрын сіздің назарларыңызды мына суретке аударғым келеді. Бұл суреттен көріп отырғандарымыздай, біздің Қазақстан Республикасының жерлері, яғни бұл жерлер топырағы құнарсызданған, гидрологиялық жүйелері өзгерген, техногендік рельефті жерлерді көріп тұрмыз. Бұндай жерлер қалпына келтіру үшін арнайы техникаларды қолданады. Бұл жерлерді тегістейді, ол жерлерге тыңайтқыштар себеді, гидрологиялық құрамын жақсартады. Нәтижесінде сол жерлерге халық шаруашылығына арналған пайдалы жерлерді ала алады екенбіз. Яғни, жерге орналастыру жобалау пәні бойынша бүгінгі тақырыбымыз құнарсыз жерді қалпына келтіру жұмыс жобасы. Тақырып бойынша бүлінген жер, жерді қалпына келтіру, жердің бүлінуі, жоспарлау жұмыстары, қалпына келтіру жобасы, қырларды тегістеу деген жаңа терминдермен таныса отырыңыздар. Жердің құнарсыздануы әртүрлі шаруашылық әрекеттерінен жер асты пайдалы қазбаларын өндіру, геологиялық барлау және әртүрлі құрылыс жұмыстарын жүргізуден болады. Осындай әрекеттердің салдарынан топырақтың үстіңгі құнарлық қабаты жойылады, гидрологиялық жүйелер өзгереді, техногендік рельеф түзіледі. Жерді қайта құнарландыру, рекультивация жұмыстары бүлінген жерлердің құнарлығын қайта қалпына келтіріп, оны халық шаруашылығына пайдалануға беру және қоршаған ортаны жақсарту үшін жүргізілетін кешенді жұмыс. Жерді қайта құнарландырудың нәтижесінде ауыл шаруашылығына және орман шаруашылығына қажетті жерлер жақсарып, су құбырлары іске қосылады, дем алатын орындар мен құрылысқа қажетті аймақтар пайда болады. Жерді қайта құнарландыру үшін топырағы құнарсызданған, қоршаған ортаны ластайтын жерлерді және ластанған су құбырларын биологиялық, техникалық және химиялық әдістермен қалпына келтіреді. Жерді қайта құнарландыру екі кезеңде жүргізіледі. Техникалық, биологиялық. Техникалық, яғни бүлінген жерлерді халық шаруашылығына мақсатты түрде пайдалану үшін жердің бетін арнайы техникалармен тегістеу және топырақ пен тау жыныстарын жиыстырып, жолдар салу, гидротехникалық және мелиоративтік құрылыстар салу. Ал биологиялық, топырақтың құнарлы қабатын қайта қалпына келтіретін агротехникалық және фитомелиоративтік жұмыстар жүргізу. Топырақ құрылымын жақсартатын процестердің жүруін тездету үшін арнайы тыңайтқыштар енгізу, өсімдіктер мен жануарлар дүниесін қалпына келтіру, оның өнімін арттыру. Бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобаларын әзірлеу бойынша жер кодексінде 2015 жылғы 17 сәуірдегі нөмір 346 бұйрығына мынадай қосымша әзірленген. Бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобаларын әзірлеу негізгі ережелері. Бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобаларын әзірлеу рәсімі 4 этаптан тұрады. Біріншісі дайындық жұмыстары, екіншісі іздестірулер жүргізу, үшіншісі бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобасын әзірлеу, төртінші жобаны келісу және беру жүйесінде жүзеге асырылады. Жалпы дайындық жұмыстары дегеніміз, бұл жоспарлы жергілікті жердің картографиялық материалдарын іріктеу, оларды қайта қарау. Далалық зерттеу процесінде объектінің орналасқан жерін, бүлінген жердің нақты шекараларын анықтау, құнарлы қабаттың әлеуетті анықтау, топырақтың мелиоративтік, аграрлық, ормандық, геологиялық және гидрогеологиялық іздестірулерді жүргізудің қажетті көлемін анықтау, ластанған жерлерде ластану себебі мен көзін және топырақтың ластануының қауіптілік дәрежесін айқындау. Іздестіру жұмыстарында далалық зерттеу нәтижелері бойынша топографиялық 1/1000 және 1/5000 масштабында орындалады. Топырақтық мелиоративтік, аграрлық, орман мелиоративтік
геологиялық және гидрогеологиялық іздестірулер жүргізілуі мүмкін. Бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобасын әзірлеу зерттеу актісі мен тапсырмалар негізінде әзірленеді. Қалпына келтіру жобасының құрамында жерді қалпына келтіру бағытына байланысты бүлінген жерді қалпына келтіру жөніндегі жұмыстардың технологиясын әзірлеу, жер жұмыстарының техникаға, тыңайтқыштарға, отырғызылатын материалдарға, тұқымдар мен басқаларға қажеттілік көлемін айқындау, жұмыс өндірісін ұйымдастыру, сметалық құжаттар жасау, жұмыс өндірісі жөніндегі жұмыс сызбаларын әзірлеу жұмыстары жүргізіледі. Жобаны келісу және беру. Бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобасы жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органмен келісіледі және тапсырыс беруші бекітеді. Бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобасы титульдық парақтан, құжаттар тізімдемесінен, қалпына келтіруге жататын бүлінген жерлерді зерттеу актісінен, түсіндірме жазбадан, бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобасын әзірлеуге арналған тапсырмадан, іздестіру материалдарынан, техникалық экономикалық көрсеткіштерден, жобалау бөлігінен, сметалық бөлігінен және сызбаларды қамтиды. Назарларыңызға көп рахмет.